Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын нанымыз күлше нан жасаймыз. Қолдың нанын балдарыма жасап берейін деп шештім. Енді ең алдымен бізге сүт керек, қолдың сүті жылы болу керек. Және де бөлме температурасында тұрған жұмыртқаны қосамыз. 2 жұмыртқа қосамын мен. Егер бір жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Мен 2 жұмыртқа қостым. Сосын дрожж саламыз. Және де тұзымызды салып араластырамыз әбден. 2 қасық шекерімізді салдық. Осылай әбден араластырып аламыз. Оның артынша біз сұйық май, сары майды ерітіп құямыз. Егер де сары майдың орнын басатын сұйық май бар, сұйық май да құйсаңыздар болады. Сонымен араластырамыз әбден. Және де ұнымызды жайлап, біртіндеп салып, осылай қамырымызды илеп аламыз. Жұмсақ қамыр шығады. Осылай ұнымызды біртіндеп салып, жаңағы қоюланғанша қамырымызды жұмсақ қамыр қылып шығарып аламыз. Ұнды сала береміз, қоюланғанша. Бір 500 грамдай ұн кетеді достар. 2 нанға. Үлкен-үлкен 2 нан жасаймын. Осылай қасықтың көмегімен араластырып отырып, одан кейін қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақ қамыр шығады. Осылай қамырымызды илейміз. Осылай қамырымызды қатты илеп бастырып, оны бір 2-3 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз көтерілу керек. Енді қамырымыз илеп алған қамырды бетіне күлеңкі жауып, бетіне тарелкамыз жауып, одан жылы орамалға орап, бір жылы жерге 2-3 сағатқа қойып қоямыз достар. Содан кейін 2-3 сағаттан кейін де көтеріліп тұрады. Сосын қайтарып жеуге болады. Қамырымызды қайтарып жереміз. Осылай сөйтіп бір нан жауып алдым. Одан кейін мынау 2-ші наным менің достар. Осылай қайтарып жеріп, нанымыз көтерілген сайын әдемі боп, светі де әдемі боп, жаңа нанымыздың арасы да әдемі боп түседі. Достар, мынауны бір нан қылып шығарамын. Жаңа бір нанды жауып қойғам. Мынау 2-ші наным. Сіздерге көрсетейін деп шештім. Осылай жасап үйреніп, нан пісіріп, қолдан пісіріп жегенге не жетсін. Қолдың наны деген тәтті болады ғой. Осылай жасаңыздар. Енді осылай жасап алғаннан кейін белкімен шұқып жібереміз, көтеріліп кетпеу үшін. Осылай жасап алыңыздар белкімен. Сосын бетіне жаңағы жұмыртқаның сарысын жағып жібереміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағасыздар. Менде болмай қалды жұмыртқа үйде. Сосын бетіне мақс салдым. Сосын жаңағы күнжіт септім. Осылай 180 градусқа пешімізге бір 20-25 минутқа қойып аласыздар. Сосын нанымыз осындай болып шығады. Өте керемет, арасы күтірлеп әдемі болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер.